Саламатсыздар ма балалар, 4-ші сынып 37-ші сабақты бастаймыз. Бірінші есеп, 1 метр квадрат жерге 200 грамм бояу жұмсалады. Берілген пішіндегі еденді сырлау үшін қанша бояу жұмсалатынын тап дейді. Мына жерде бізге бір пішін берілген, бірақ біз осы пішіннің барлығына кететін аумақты табу үшін мына жерден және мына жерден бөлеміз. Сол кезде бізде 1, 2, 3 пішін пайда болады. Әр қайсысын бөлек-бөлек есептеп алып, барлығын бірге қосатын боламыз. Біріншісінде былай мына жерден бөлсек, мына жерде бізде ұзындығы 4 метр. Өткен мына жер 4 метр болса, мына жерде бізде 4 метр болады. Мына жерде 4 метр болады. Мысалы, мына жерден бөліп тастаған кезде былайынан 3 метр. Енді жұмсалатын ауданды табу үшін бізде А1 4 метр, В1 3 метр. Енді А1 мен Б1-ді көбейтеміз. 4 3-ке көбейтеміз, 12 метр квадрат болады. Одан кейін екіншісінде А2 4 метр, ені 2 метр. Енді ауданын көбейтеміз, бір-біріне 4 2-ні көбейтсек 8 метр квадрат болады. Үшіншісінде А3 3 метр болады, ені 9 метр болады. Сонда бір-біріне көбейтсек 27 метр квадрат шығады. Енді барлығын бірдей табу үшін осы 12 метр квадрат, 8 метр квадрат, 27 метр квадратты бір-біріне мінекей формуламен қосатын боламыз. Сонда жауабы 47 метр квадрат шығады екен. Ары қарай бізде екінші есеп, берілген өлшемдегі ауданға төсеу үшін қанша линолеум қажет дейді. Мына жерде бізде S1 аудан, не S2 деп тұр. Бірінші, екінші аудан деп мына жерден бөліп алған екенбіз. Енді біз әрқайсысын бөлек тауып, сосын бір-біріне қосатын боламыз. Екінші есепте А1-тен 20 дециметр, бұл жерде дециметрмен берілген барлығы. Ені 30 дециметр, енді оны табу үшін ұзындығы мен ені бір-біріне көбейтеміз, 600 дециметр квадрат шығады. Екіншісінде А2 бізде 50 дециметр, ені, ұзындығы ені 30 дециметр, табу үшін бір-біріне көбейтеміз, 50-ді көбейтсек 30-ға 1500 дециметр квадрат. Енді жалпы ауданын табу үшін біз 600 дециметр квадратқа қосамыз, 1500 дециметр квадрат. Сонда жауабы 2100 дециметр квадрат шығады екен. Неге жауабы? Ары қарай бізде үшінші есеп келесі. Тапсырманы орында берілген пішіндегі бөлмені жөндеу үшін қанша метр квадрат линолеум қажет дейді. Мына жерде тағы да бізде пішін берілген, және мына жерде біз бөліп алатын боламыз. Тағы да бөлек-бөлек ауданын тауып бір-біріне қосамыз. Үшінші есепте А тең 2 метр, В тең 3 метр, бір-біріне көбейтеміз. 2 метрге 3 метрді көбейтсек 6 метр квадрат шығады. Екіншісінде А тең 2 метр, В тең 2 метрге бір-біріне көбейтеміз, және оны 2-ге бөлеміз. 2-ге көбейтсек 2 метрге 4 метр квадрат болады. Оны 2-ге бөлсек 2 метр квадрат. Енді бір-біріне қосатын болсақ 6 метр квадрат пен 2 метр квадратты 8 метр квадрат. Жауабы 8 метр квадрат линолеум қажет екен. Ары қарай бізде төртінші есеп. Кесте бойынша құрастыр. Кесте бойынша есеп құрастыр және шығар дейді. Жылдамдық, уақыт, арақашықтық белгілеген. Жылдамдығы белгілі 5 км сағатына, уақыт 2 сағат, арақашықтық белгісіз. Мына жерде жылдамдық белгісіз, мына жерде уақыт белгісіз, мына жерде арақашықтық белгісіз, мына жерде қайтадан жылдамдық белгісіз. Енді осыларды формула бойынша шығаратын боламыз. Төртінші есепте жылдамдық бізде 5 км сағатына, уақыты 2 сағат, арақашықтық белгісі. Ол үшін біз жылдамдықты көбейтеміз сағатқа, 5-ті көбейтеміз 2-ге 10 км. Сонда жауабы арақашықтық 10 км. Екіншісінде уақыты 3 сағат, мына жерде арақашықтығы 36 км. Енді жылдамдығын табамыз. Жылдамдық табу үшін арақашықтықты бөлеміз уақытқа. 36-ны 3-ке бөлсек 12, арақашықтығы сонда 12 км сағат екен. Одан кейін бізде жылдамдығы 60 км сағат, арақашықтығы 48 км, уақытын табамыз. Ол үшін уақыт табу үшін арақашықтықты бөлеміз жылдамдыққа. Енді тең болады
480-ді бөлеміз 60-ға 8, сонда жауабы уақыты 8 сағат екен. Ары қарай жылдамдықты 40 км сағат, уақыты 5 сағат, арақашықтығы белгісіз. Жылдамдықты көбейтеміз уақытқа. 40-ты көбейтсек 5-ке 200, арақашықтығы 200 км екен. Уақыты 12 сағат, арақашықтығы 480 км, уақыты несі керек, жылдамдығы керек, білуіміз үшін біз арақашықтықты бөлеміз уақытқа. 480-ді 12-ге бөлсек 40 км сағат, жауабы 40 км сағат екен. Ары қарай бізде 5-ші есеп. Контейнердің көлемін есепте, оның ішіне ұзындығы 2 метр, ені 1 метр және биіктік 3 метр бөлімдегі қанша қорапта сыйғызуға болады дейді. Бірінші контейнердің көлемін жазып алатын боламыз. Бізде, яғни ұзындығы 4 метр, ені 2 метр, биіктігі 3 метр. Оны формула бойынша есептесек, А көбейту В көбейту С 4 мм, 4 метр көбейту 2 метр көбейту 3 метр, 24 метр куб болады. Енді ұзындығы 2 метр болса, ені 1 метр, биіктігі 3 метр болса, онда формулаға саламыз. 2 метр көбейту 1 метр көбейту 3 метр тең 6 метр куб. Енді осы 24 метр квадраттан бөлеміз 6 метр кубты. 4 жауабы 4 дана біз қорапқа сыйғыза алады екенбіз. Одан кейін бізде 6-шы есеп, есепті шығар. Ұзындығы А нұсқасында ұзындығы 84 метр сым темірдің біреу екіншісінен 5 есе ұзын болатындай етіп 2-ге бөлінді. Әр бөліктің ұзындығын тап дейді. Мінекей, мынау ұзындығы 84 сантиметрдің 5 есе ұзыннан қарағанда, және жалпы несін табуымыз керек. Тиісті сандық деректерді таңдап алып, осыған ұқсас есеп құрастыр, яғни мынаған амал қостыратын боламыз. 6-шы есепте мысалы, x-ті бір бөлікте болатын болсақ, 5x бізде 2 сым темір, x қосу 5x тең 84, мына жерде 6x болады, екеуінен тең 84, x тең 14-ке, жауабы 14 метр болады. А есебінде x азайту біріншісі, 3x дегеніміз екіншісі болса, ал жалпы олар 64 метр. Енді x қосылған 3x 4x болады, тең 64, жауабы x тең 16-ға, жауабы 16 метр керек болады екен. Ары қарай 7-ші есеп. Тапсырманы орында дәптерлеріңе жер учаскесінің планын сыз саяжай иелерінің нүктелерімен белгіле дейді. Жер учаскесін саяжай иелеріне теңдей бөліп беру керек. Әрбір торкөз бос немесе саяжай иелері белгіленген торкөздер бір соттық жерді білдіреді. Мына жерде тұрсын, мына жерде тұрсын, бізде бұл бір соттық жер деп есептейтін боламыз. Жер учаскесін торкөз шекаралары бойынша бөлу қажет. Бөліп берілген әрбір аумақ ішіне саяжай иесі болу тиіс. Әр саяжай иесі неше? Яғни, мына жерде біз бір торкөзді бір соттық жер деп аламыз. Мүмкін мынаны да біз бір соттық жер деп аламыз, және осы мына жерде бізде неше саяжай иесі бар санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 саяжай иесіне теңдей қылып соттық жерлерді бөліп беруіміз қажет. Және бөліп берген кезде, сол мысалы мына жерден былайынан бөлетін болсақ, ішінде мына саяжай ішінде болуға, саяжайдың иесі ішінде болуға тиіс міне. Саяжайдың ішінде болу тиіс. Әр саяжай иесіне неше соттық жер бар дейді. Біз 8-ді көбейтеміз 4-ке. 32 болады барлығы 32 болса, соттық жер болса, 8 саяжай бар бізде жаңа санап шықтық. Соны бөлеміз 8-ге, 32-ні. Сонда 4 болады. Жауабы әр саяжай иесіне 4 соттық жер беріледі. Мысалы, мына 4-еуі, мына кісінікі 4 соттық жері бар. Ішінде иесі бар. Одан кейін 1, 2, 3, 4, мінекей 4-еуі деген сияқты. Мына 4-еуіне былайынан қалай бөлсеңізде ішінде иесі болу керек, және 4-еуден келу керек. Ары қарай бізде 8-ші тапсырма. Фигураның ауданын есепте дейді. Мына жерде біз қоршап S1 және S2 аудан табатын боламыз. Біріншісі бізде ұзындығы 4 метр. Ұзындығы 4 метр. В-ның ені енді 3 метр қосу 2 метр тең 5 метр болады. Мысалы, былай.
Өткен мына жерде 2 метр болса, мына жерде 3 метр болса, мына жерде 3 метр. 2 метрге 3 метрді қоссақ, былайынан 5 метр шығады. Былайынан 4 метр. Енді біз оның екіншісі бізде 4 метр, ұзындығы ені 2 метр. Шешуі бірінші аудан тауып аламыз, көбейтеміз. 4 метрге 5 метрді көбейтсек 20 метр квадрат шығады. Екіншісінде бір-біріне 4 метрге 2 метр көбейтсек 8 метр квадрат шығады. Енді бір-біріне қосамыз. 20 метр квадрат пен 8 метр квадратты қоссақ 28 метр квадрат. Жауабы мына жердегі барлығы ауданы 28 метр квадрат екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.